расторопша шөп дәрісінің қаншалықты пайдалы екенін білгеніңізде сіз оны күнде шайның орнына қолданатын едіңіз. Ендеше мен қысқаша айтып өтейін сіздерге. Расторопша бұл бауырды кәдімгідей жасартып тастауға арналған чудо бір шөптердің бірі болып табылады. Яғни гепатопротектор рөлін атқаратын керемет шөп дәрі. Яғни бауырдағы бүткіл токсиндерді жойып тастауға, бауырдағы артық майланы ерітіп тастауға, бауырда қан айналу циркуляциясын жақсартуға, өтке келіп жатқан каналдарды қалпына келтіріп, өтті тамырын жақсартуға арналған керемет бір шөп дәрі. Оны қалай қолдану керек? Бір чайный ложка, яғни расторопша дәнін алып, 200-300 грамм кипятокқа бұқтырып қойып, жарты сағат тындырып сүзгішпен өткізіп, күніне 2 рет тамақтан 1 сағат алдын, немесе 1 сағат кейін бірнеше айлар бойы сіз қолданатын болсаңыз, бауырыңыз кәдімгідей қалпына келеді. Егер бауырдың әсерінен сіздің беттеріңізде пигментациялар болатын болса, бәрін көзін жойып тастайды. Егер демдеп ішуге ерінетін болсаңыз, ол расторопшаның таблеточный формасы бар. Яғни аптекеге барсаңыз, Карсил деген таблетка береді. Құрамында расторопша. Яғни